тілек айтудан жаңылмаймыз, жалықпаймыз. Алла тілден сүрінбесін деп тілеп, бүгінгі қуанышта, бүгінгі құдалықта барлығымыз арқаны кеңге салып, еркіндеу, бір сыйласқан, сырласқан адамдар бұл әдеп өтіспек деген ниет болып жатыр. Өзі адамның мейірімі өзде болады дейді. Мына қызмет қуатқан көкелер әпкелер. Ой, құрмай, сіздер қатты қызмет қуатсыздар, дауыстарыңыз қатты қызмет қуат. Үндемей қызмет қыла беріңіздер өйткені. Маңдайдың терін төгіп, көмейдің етін сөк, мен айқайлаған сайын сіздер дауыстарыңыз қатты шығып. Сабырлау, сабырлау. Адам мейірімі көзінде болады дейді, кісінің көзінде көзім түссе, көңіліңіз мейірімі келеді дейді. Мына құдалық деген дәстүрдің өз мағынасы сондай. Бір-бірімізге мейірлену, араластық, сыйластықты одан сайын арттыру. Енді бұған дейін сұрасудың барлығы болып қойған қазақ, құда болғанша сұрас, құда болған соң қолдағы бармен сыйлас дейді. Қазақтың төле би бабамыз айтқан, адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, таусылмайтыны арман, жетекшісі талап, қызығы өмір, сынаушысы халық, соның ішіндегі ең тәттісі сыйластық. Сол сыйластықтарыңыз артылмаған керемет құда-құдағи болуларыңызға шын жүрекпен тілектеспіз. Енді бұл құдалыққа, бұл тойға бөтен ниетпен ешкім келген жоқ. Етене жақын, ет жақын, ең жақындарды жинап келеді. Қызметті де қылатын, күтіп алатын да сол ең жақындарымыз болады. Сондықтан сіздерді мына бүгінгі қуанышта жақсы ниетпен келіп отыр ғой деп ойлаймыз. Барлық нәрсе ниетке байланысты дейді. Ниет қылда, амал жаса Алла береді дейді. Автобуста бір келіншек айқайлап отыр екен, милиция деп. Форма киген милиция кіріп кеп, жеңеше не болды, тыныштық па деп. Ой-бай, ақшамды ұрлап кетті, ақшам тауып тұр. Ақшаңыз сумкада ма еді десе, мен сумка ұстамаймын деді. Ет қалтаңызда ма еді десе, мен көйлегімнен қалта көріп тұрсын ба, Адыранға қыр деп ұсыр. Енді қайдан алды десе, соны айтуға ұялып тұрған жоқпын ба Қаранға саған. Омыраудан алған екен ғой. Қолын салып ақшаны алған сезбедіңіз ба не десе? Сезімді сезіп қойғандай ниетпен салып отқан қаяқтан біледі. Соқсақ бөтен ниет ешкім жоқ қой. Бәрінің ниеті жастардың бақытты болғаны, екі елдің арасындағы құдалықтың берік болғаны. Сондықтан мынау арқалап келген ниеттер қабыл болсын. Жүрегің алақандай болса да тілегің Алатаудай болсын дейді ғой. Сол Алатаудың бөктерінен келген құдаларсыздар. Алатаудай тілекті арқалап келіп жатсыздар. Енді өздеріңіздің үлкендеріңізден жақсы тілек тыңдасақ деп жатырмыз. Кешегінің алды болған, бүгінгінің қазыналы қарты болған, сақалына періште, бойына қазақтың салты қонған, шариғаттың жолын ұстанып, қағидаттың қаймағын қалқып алған, бойын жазса басы бұлтқа тиетін, қолын жазса жомарттығы жұртқа тиетін, өсиеттен өмілдіріп, нақылдан ноқта тиетін, көнегөз қариялардың қалдықтары, отауы адалдықтың ордасындай болған, құрсағы тіршіліктің қоймасындай болған, мінезі жұмсақ, тәртібі қорғасындай болған ақжаулық аналарымыз да осы жерде. Міне сол үлкендерден құдаларды көшті бастап келген, туын тік ұстап келген, қадірлі қонақтардан көш бастап келген кісілерден бір ауыз тілек болса деп жатырмыз. Керуеннің басы мықты болса, түйе ұзбайды дейді қазақ. Осы Қапал елінің керуенінің көшін Қуаныш көке өзіңіз бастап келген екенсіз негізі байқауым бойынша. Содан кейін енді мына ортамызда жаңа жеңгеміз деп таныстырдыңыз, біздің бел құдамыздың ақжаулық анасы апамыз отыр, Нәзида апамыз. Осы Нәзида апамызды да кейінге қалдыруға болмайды, себебі немере қызын жүректің бір парасын жұлып бергендей болып, осы елге келісті келін қылып жіберіп отыр. Осы бүгінгі тойда ең қадірлі қонақтардың бірі осы кісі десек болады. Содан кейін жаңа Бісміллә деп бастаған кезде батаны берген нағашы деген жолмен келіп отыр. Нағашы деген қайғысы ол да үйдің баласы. Құйрық шайнап май берген, жиен мені дүрсіндеп 40 шұбар тай берген нағашыдай кекілін табыла деген қай жерден. Сондай марқасқан нағашы осы бас болып, батагөй болып ортамыздан тауып жатқан кісі Әлекең, Әлібек нағашы. Осы үшеумізден бастасақ, үшті апамыз, нағашы, мына біздің құдағиымызды құрсағында көтеріп, дүниеге алып беріп, ақысын берген бір данышпаннан сұраған екен. Осы неменеге үш рет анаңды сыйла дейді, содан кейін барып әкеңді сыйла дейді деп. Сөйтсе әлгі данышпан айтқан екен, бірінші сен анаңның құрсағында жатасың. Бір толғағында өте алмай өтесің анаңның. Одан кейін дүниеге келгеннен кейін 9 ай 9 күн
ananın kursağında bol dünyaya gelgenden keyin seni bağat, qağat, tünüksün 4 bölet, muzday vesik tayanat, 62 tamir lider bak üstün beret. Kala verdi, temperatura veresin. Avrasın, sızdaysın, işin gebet, osmun bärinde tün közülmeyi karaytın anan. Soğ üçün anan düşürüp sila dep aytkan. Onda nege akeň sila dep aytat dese, osmun bärin bilip jatyp spakoyna uyktagan üçün akeň sila dep aytat dep. Söz ýakda kadirli, hurmetli, bagjalyk anamız Güljinet apamızdy da keýinge kaldyrga bolmaýt. Osu bugünkü toýumyzyň eň kadirli konagy tördön tügül bolsa töbede geletdik. Birak endi bizning gazak aýyr jorga minse-de jaýa bergekdiň jolun kesbek jok diýip. Sonduktan osu köştü bastap bergen Kuwanç kökem bismillah dep bastap bersinler. Agay bolsak.